Ұлттық құрылтайдың жұмысы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде маңызды өзгерістер жасауға серпін берді. Жиында қабылданған шешімдер елдің тұрақты дамуына, ұлттық бірегейліктің нығаюына бағытталған. Осылайша қоғамның өзекті мәселелерін заңнамалық деңгейде шешудің тиімді алаңына айналды, деді Сенат депутаты Әлішер Сатвалдиев. Пікірін тыңдайық. Осы осыған дейін ұлттық құрылтайдың отырыстары өткен болса, сол ұлттық құрылтайдың күн тәртібінде қаралған мәселелер бойынша 26 заң қабылданды дедік. Сол заңдардың барлығына халықтық тұрғыдан осы ұлттық құрылтайдың мүшелері, парламент депутаттары, соларға халық тарапынан айтылған ұсыныстар, одан кейін осы әлеуметтік желілер, бұқаралық ақпарат құралдары, сол жерде айтылып жүрген өзекті мәселелер көтерілуі бұл үрдіс түріне енді. Соған байланысты осы заңнамалық тұрғыда және мемлекеттік реттеу шаралары қабылданып отыр.